монографияның зерттеу еңбектің тұсау кесуіне келіп отырмыз. Бұл біз үшін өте қуанышты жағдай. Кейінгі кездеріне байқасаңыздар, Хаменей мен Хаменейді айыра алмайтындар, Иран мен Иракты шатастыратындар әлеуметтік желіде сарапшы ретінде көрініп пікір білдіріп жатыр ғой. Ал енді олардың қасында біздің Ғалия ханым сол жақта оқыған, білікті маман, өзіміздің Фараби университетінде тәлім алған замандасымыздың осындай еңбекті оқырман назарына ұсынуы, бұл тек қазақ аудиториясы ғана үшін ғана емес, жалпы екі елдің рухани байланысына терең негізделген үлкен еңбектің жемісі деп білеміз. Себебі кітап шыға салысыменен сонау біздің Астанадағы академик ағаларымыз, тіпті өзімнің жетекшім академик Бауыржан Омаров, Қасым-Жомарт Тоқаевпен кеңес тікелей хабарласып, осы кітапты қалай да қолға алуымыз керек, зерттеуіміз керек деп, сол Ғалия ханымға хабарласып, бір-екі данасын алдыртып жеткізгеніміз бар. Айтайын дегеніміз, бұл кітап бүгінгі қазақ пен Иранның, орта ғасыр Иран мен Тұранның арасында байланыстарды одан әрі қарап жалғастыра түседі. Әрине біз білеміз, мына Сүлейменов атындағы Шығыстану институтында Қазақстан тарихы парсы деректерінде, Қазақстан тарихы араб деректерінде, түрік деректерінде, Қытай деректерінде дейтін біраз еңбектер мәдени мұра бойынша жарық көрген. Әрине ол кезде кітаптар белгілі бір деңгейде сол заманның көзқарасымен шықты, кейбіреу асығыс шыққан болуы мүмкін. Ал енді мына Ғалия ханымның археография мен дерек көздерге негізделген зерттеу еңбегі сол еңбектерді толықтыратын, олардың кемшілігін жоятын, жетістіктерін одан ары қарап дамытатын үлкен бір жалпы ирантану саласына, соның ішінде шығыстану саласына қосылған үлкен сүбелі үлес деп білеміз. Сондықтан да Ғалия ханым, және Қуанышбек мырза да жүр. Бұл кісілерді біз сонау Тегеран университетінде оқып жүрген кезден бастап білеміз. Кандидаттық жұмысы кәдімгі екі елдің рухани байланыстарына негізделген. Енді бүгінде ғылымды кешенді түрде, комплекс түрде қарау белең алып отыр ғой. Сондықтан да мұнда археографияның, дерек көздердің, қолжазбалардың терең сарапталуы ізденушінің, жаңағы біздің Ғалия ханымның бұл салада ұзақ жылдар бойы материалдар жинап, оның бір бөлігі Қазақстан кітапханаларымен шектелместен, былтыр ғана білеміз, Парижде болып келді, бір жыл бойына ол жақтағы ирантану саласының жетістіктерімен танысып келіп, сондай бір үлкен ізденістің нәтижесінде дүниеге келген еңбек. Сондықтан да бұл еңбек барлықтарыңызға құтты болсын деген келеді. Әрине білеміз, кейінгі кездері мына шығыстану саласы, соның ішінде ирантану саласы келіп жатқан біздің келешектеріміз, жастарымыз кейде ойланып келетін болса, осындай еңбектер, осындай елімізге ғана емес, жалпы әлемдік деңгейге шыққан ғалымдарымыздың беделінің арқасында осы ирантану саласы әлі де алға қарап жылжиды деп үміттенеміз. Жаңа біздің досымыз, бауырымыз Хусейн Ағазеті жақсы айтып өтті. Былтыр Иранның президенті Пезешкен келген уақытта басқа нәрсе алып келмесе де екі елдің ортасына рухани құндылықтарды көрсететін құнды қолжазбаларды алып келді. Бұл деген өзіңді тану. Тіпті мына хадисте де бар, кім өзін таныса, жаратушысын таниды деді. Ман арафа нафсаху арафа раббаху. Сол секілді біз өзімізді танысақ, шын мәнісінде бүкіл адамзат баласын танимыз ғой деп ойлаймыз. Сондай Ғалия ханымның жаңа сол Пезешкен мырзаның қолынан Фараби сыйлығын алуы, бұл тек біз қазақстандық ирантанушылар ғана жалпы орта азиялық әлемдік деңгейдегі ғалымдардың бір қуанышы деп қабылдаймыз. Сондықтан да Ғалия ханым, бүгінгі кітабыңыз құтты болсын, қуанышыңызбен бөлісейік деп келдік. Сондықтан да жазарыңыз таусылмасын. آقای حسین زاده شما وقت تشکر میکنیم انشاءالله. همیشه شما که پایان سخنرانی میگویید که دوستان دو ملت ابدی باشد انشاءالله. Сондықтан да қуаныштымыз, екі елдің достығы ұзағынан болсын. Кітаптың оқырмандары көп болсын, жазармандар көп болсын. Әрине біз негізгі пікірлерімізді мұнда қысқаша ғана айтамыз. Ал енді негізгі пікірлерді әлеуметтік желіде мүмкін баспасөз беттерінде айта жатармыз деп ойлаймын. Сондықтан көп рахмет.